Елімізде әр 5-ші тұрғын аллергияға шалдыққан. Алдамаған елдерде бұл көрсеткіш одан да көп. Мамандар оны тіпті ғасыр дертіне теңейді. Ал одан бөлек жыл сайын науқастар саны 15-20%-ға дейін артады екен. Адамның мазасын алып берекесін қашыртқан бұл аурудың өршіп кетуі неден? Оны қалай емдеуге болады? Тілшіміз анықтап көрді. Көздерім бәрі сиді, мұрным бітеледі, түні бойы ұйықтамаймын. Осылай енді тамыздың бітуін күтіп отырмын мен. Іңкәр 7 жылдан бері аллергиямен күресіп келеді. Жаз басталса болды, аузы мұрнын тұмшалап жүруге мәжбүр. Себебі қарапайым шөп шалаң оны түшкіртіп берекесін қашырады. Одан қалса тынысын тарылтып демалуын қиындатады. Біздің халық енді қыс бойы тонып жазды күтіп жатыр ғой. Ал мен деген осы жаз тезірек өтсе деп ойлаймын. Арен келем осылай жұмысқа, маска кием, өйткені күнде болу вообще мүмкін емес. Осы жаңбырлар ғана болмаса, осы периодта ғана маған жақсы болып қалады. Ал осы 2 күн бұрын мен тұра алмай қалдым төсектен. Түні бойы ұйықтай алмаймын, көзімнен жас ағады. Кей күндерде демала алмаймын, тұншығамын. Ал Мәнзел апай денесін тітіркенумен арпалысып жүргеніне 30 жылдан асқан айтады. Уақытылы ішіп жүрген дәрілердің арқасында әзірге дін аман. Ең сорақысы көзге бейкүнә болып көрінетін бұл дерт 3 баласына одан қалды, немерелеріне де қан арқылы беріліпті. Начинается зуд, удушье. Менің денемнің бәрі бөртіп, жүрегім қысыла бастайды. Өзімді нашар сезінемін. Менде аллергияның 2 түрі бар. Бірі шөп шалаңға болса, енді бірі бал, алма, құлпынай сияқты жем-шидектерге болады. Жаманы сол, өзім ауырып қана қоймай, балаларым мен немерелерімде қиналып жүр. Дәрігерлердің дерегі де көңіл көншітпейді. Айтуларынша аллергия ғасыр дертіне айналғаны қашан, тіпті оған еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін шалдығады. Мәселен, биылдың өзінде науқастардың саны 15%-ға артыпты. Мамандар болса экологияның нашарлануы мен дұрыс тамақтанбау аллергияның кең етек жаюына ықпал етеді дейді. Очень много пациентов сейчас. Бүгінде Қазақстан бойынша аллергиямен ауыратын науқастар саны өте көп. Олар уақытылы емделмеген жағдайда соны тыныстың демікпесіне дейін жеткізуі мүмкін. Сол себепті бізге келетін емделушілер күзгі, қысқы уақытта арнайы профилактикалық емдеуден өтеді. Ол ертең жаз мезгілінде аллергияға қарсы иммунитет түзуге көмектеседі. Мамандардың пікірінше атмосфераның ластануы, көшедегі күл қоқыс, аллергендердің нағыз ошақтары. Тіпті шектен тыс тазалықтың өзі аллергияны ұшықтырып жібереді. Ал ішіп жүрген дәрі-дәрмектің бәрі де уақытша көмек. Сондықтан да спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтансаңыз, қауіпті дерт сіздің маңыңызға да жоламайды. Қалай десек те, мамандар еліміздің әрбір 5-ші тұрғыны аллергияға шалдыққан деп дабыл қағуда. Тіпті қарапайым бақпақтың өзі сізді шырайын алдырып, өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Рахмет. Гүлназия Жалғасқызы, Нұрай Құрақбай, Бейбіт Сұлтанбек, Айтжан Отызбаев, Баста жаңалықтар.